Iya. Қазір келдім. Қай жердесің? Ау, Қай жердесің деймін. қай жерде болғанда орталықтамын, орталықта. Мынау қай жер өзі? Орталықтың қай жерінде тұрсың? Ұлы дала шайханасының қасында тұрмын. Досым, онда сол шайханада отыра тұршы. Bir сағаттарда барып қаламын. Бір сағат? Досым, енді бұл саған ауыл емес қой. Өзің білесің ғой, көшенің бәріне камера қойып тастаған. Жарайды онда, тез кел. Ұлы даласы несі тағы? Ұлы болмай ма? Досым, қайдасың? Кеп қалдым. Бір сағат емес, 1,5 сағат болды ғой күтіп отқаныма. Болды досым, бір светофор қалды. Жарайды, тез келші. Қарындас. Вот вам счет. Или еще что-то хотите заказать? Жоқ, ештеңе керек емес. Ага. Сізде наличка или перевод? Наличка. Аха. Қалай сонда 4600? Мен түсінбей тұрмын. Мәзірді алып келіңізші. Ау? Мәзірді алып келіңізші деймін. Кешірім өтінемін, бізде ондай тағам түрі жоқ. Менюді алып келіңізші. Қазір. Мінекей, ала қойыңыз. Міне қараңыз. 2000-ға тамақ. Салат и чай. Қосқанда 4000 болады. Ал сіз маған 4600 теңге алып келдіңіз. Дұрыс қой, аға. За обслуживание 15% аламыз. Процент несі? Сонда мен не кредитке тамақ жедім ба? При чем здесь кредит? 15% ол біздің еңбек ақымыз. Не ғой қарындас? Оған төлейтін артық ақшам болмай тұр. Түсінікті. Төлегім келмейді десеңізші сразу. Иә, тыныштық па? Мына кісі жеген тамағының ақшасын төлемеймін дейді. Төлемеймін деген жоқпын ғой мен. Енді? Сіз кім боласыз? Мен осы кафенің администраторы болам. Жаңа мен жобалап 4000-ға тамақ берген ем. Аха, иә. Ал бұл қарындас маған 4600 теңгеге алып келді. Енді дұрыс қой енді. Несі дұрыс? Дұрыс қой, 4000-ға тамақ жесеңіз, 600 теңгесі осы официант қыздың еңбек ақысы. Әлде сіз төлемеймін деп отырсыз ба? Олай болса айтыңыз, мен полиция шақырам. Полиция болғанда енді қоя тұрыңыз енді қазір. Дұрыс айтасыз. Полиция шақырыңыз. Жоқ. Қоя беріңіз, мен досыма хабарласам, перевод жасайды. Иә, солай жасаңыз. Аха. Бауырым, шақырмай қой досымды. Ал сіз полиция шақырыңыз. Сосын маған да счетті бересіз, ше? Аха, жақсы. Мен де төлемеймін 15%. Не үшін төлемейді екенсіз? Менің заң жүзінде 15% төлемеуге құқығым бар. Сонда сіз ана қыздың еңбек ақысын төлемеймін деп тұрсыз ба? Сонда бұл даяшы. Менің қызметкерім бе, әлде сіздің қызметкеріңіз ба? Жоқ, сіз түсінсеңізші, ол күндіз-түн осы жерде жұмыс жасайды. Осы жерде нан тауып жеп отқасын, біз оның үстіндегі процентін төлеуіміз керек. Егер бұл даяшы осы жерде жұмыс істейтін болса, осы жұмыс істейтін жер айлық төлемей ма? Иә? Сіздің қызметкеріңізге неге біз төлеуіміз керек? Жоқ, біздің кафенің заңы солай. Сіз кафенің заңы десеңіз, біз елдің заңына бағынамыз. Қандай елдің заңы? Сіздер сонда білмейсіздер ма? Қазір барлық жерде осы ғой. Услугаға, үстемақы, процент, осыны білмейсіздер ма сіздер сонда? Егер сіз айтқандай, барлық жерде осындай услуга болатын болса, келген әр адамға ескертіп айту керексіздер. Ал сіздер ешқандай ескерту айтқан жоқсыздар. Негізі, әркім өз еркімен даяшыға сыйақы беруге болады. Оның өзінде сіздің даяшыңыз келген клиентіне қалай қызмет көрсетуіне қарай. Одан кейін бере ма, бермей ма, әркімнің өз еркі. Негізі бар ғой, ә? Сіз төлейін деп тұрған адамға ұқсап тұрған жоқсыз, көзіңізден оқып тұрмын. Сіз менің көзімде емес. Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігінің бұйрығын, оған қоса тұтынушылардың құқығын қорғайтын заңды оқыңыз. Егер маған күмәніңіз болатын болса. Аға, қойыңызшы енді. Не ол болмайтын ақшаға осыншама әңгіме айтып не керек? Кішкене ірі әңгіме айтсаңыздаршы. Бәріміз енді бір қазақтың баласымыз ғой дегенім ғой енді. Қойыңыздаршы енді, бол жарайды. Біріншіден, қазақтың баласы емессің ба дегеніңізді анау даяшыңызға айтыңыз. Мәзірдің не екенін білмейтін. Екіншіден, мынау улап жатқан шайханаңызға айтыңыз. Улап жатқан нес? Қалай улап жатыр, түсінбедім. Сіздерге тамақ ұнамай қалды ма, дәмді емес пе, не болды? Сіз мынау сыртта жазылған жазуды оқыдыңыз ба? Ұлы дала шайханасы емес. Улы
дала шайханасы болып жазылып тұр. Енді қалай айтсам екен, ол жазуға біздің ешқандай қатысымыз жоқ, біз кінәлі емеспіз. Оған жазуды қате жазып кеткен адамдар кінәлі. Тіліңізді өзгерткенде тірпетпепсіз. Ал тиініңіз кеміп қалғанда соншама әңгіме айтып жатырсыз. Сонда тіліңіз тиыннан арзан болғаны ма? Кешірім сұраймыз. Айып етпеңіз. Өте дұрыс айтып тұрсыз. Бәріміз бір қазақтың баласымыз ғой. Бүгін сіз біздің қонағымыз болыңыз. Шайхананың атынан сізге шай да тамақ та тегін болады. Қазақ болуды қонағыңыздан емес, бірінші мына қағазыңыздан бастаңыз. Иә. Содан кейін мынаны меню емес, мәзір деп өзгертсеңіз. Жақсы, өзгертеміз. Қазақша. Қазақша қылып өзгертеміз. И ана сырттағы жазуды да өзгертіп қоямыз. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Сонда мен де төлемеймін ба? Неге төлемейсіз? 4000 теңгеңізді төлейсіз. Тек анау даяшының еңбек ақысын төлемейсіз. Жарайды, төлеймін. Төлеңіз. Аға, жаңа керемет айттыңыз. Бағана мен де келгенде ұлы даласын естеп таңғалған ем. Бауырым, бұның айналайын ғой. Сен жан-жағына қарасайшы. Мәссаған. Мен Шымкентке келдім ба десем, шетелге келіппін ғой, аға. Бір өкініштісі, оны жазған шетелдіктер емес. Өзіміздің азаматтар ғой. Өкінішті. Жақсы, аға. Рахмет. Жақсы, бауырым. Жақсы. Ренжімеші досыме. Білесің ғой, жолдың бәрі пробка. Қайтам ауылға. Тыныштық па? Уланып бітіпсіңдер ғой. Уланған нес? Қарасай жан-жағыңа. Не мына жазулар? Қандай жазуды айтып тұрсың? Хош, қайттым ауылға. Қоғысқа апарып тасташы мен. Қайтқан несе досыме? Қой ондайыңды. Сен үшін ет асып жатырық қой? Сон бағана айтпайсың ба телефонмен? Ет асып атырық деп. Бекерден бекер. 4000 теңгем кетті ғой. Қойшы досым, отыршы.